Құрметті Жезқазған қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымы. Сіздерді 70 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. 70 жыл деген кітапхана тарихы үшін аз уақыт емес. Осы кітапхана қабырғасында қаншама қызметкерлер, қаншама мәдениет қайраткерлері қызмет етті, қаншама мәдениетке қатысты оқиғалар, жобалар өтті. Осы кітапхана қабырғасында бір кездері мен де өзімнің еңбек жолымды атқардым. Сол кездері басшы Тұрар Мейірманқызы, Роза Абылханқызы, Балқия Боташқызы, Наушагүл Карбозқызы сынды байталман кітапханашылардан үлгі алып, тәжірибе жинақтадым. 70 жылдық тарихында Мұхтар Әуезов кітапханасы қала халқына қалтқысыз қызмет көрсетіп келеді. Бүгінде өз оқырмандарына жол тапқан қаладағы үздік кітапханалар қатарында. Анар Жамантайқызы, сіз басқарып отырған ұжымды тағы да мерейтойымен құттықтай отырып, қала мәдениетіне, өнеріне, ұлттық салт дәстүріне қосқан еселі еңбектеріңіз елене берсін демекпін. Кітапхана саласын дамыта беріңіздер. Сіздерге мықты денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Оқырмандарыңыз көбейе берсін, Жезқазған қаласы дами берсін, кітапхана саласы гүлдене берсін. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Мен 1990 жылы Мұхтар Әуезов атындағы кітапханаға қарасты номері 13-ші Сарыкеңгір ауылдық кітапхана филиалында еңбек жолымды бастадым. Киелі шаңырақ Мұхтар Әуезов кітапханасында 20 жыл еңбек еттім. Қазіргі уақытта Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханада еңбек етіп жатырмын. Осы кітапханада 30 жылдан артық басшылық қызметте істеген менің алғашқы еңбек жолымдағы басшым, ұстазым марқұм Тайжанова Тұрар Мейірманқызының аруағына басым деймін. Ол кісіден үйренгенім көп. Кітапхананың алға басуына қаншама тер төккен басшы. Киелі орда Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың мерейлі 70 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Кітапханашы әріптестеріме кәсіби шеберлік пен парасаттылық, ұлттық құндылықтарды сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізуге және дамытуға қосып жатқан үлестеріңіз зор. Руханият игілігі жолындағы еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Кітапхана тағдырымның тынысы, кітапхана рухымның мекені, менің ғазиз өмір деген жұмысым кітаптардың арасында өтеді. Киелі Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана Қазақстандағы ірі ғылыми кітап қоры бар кітапханаға айналуына тілектеспін. 70 жылдық мерейтойың құтты болсын кітапханам. Анар Жамантайқызы бастаған кітапхана ұжымы. Сіздерде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде 21 ғасырда мәдениеттің, ғылым мен білімнің қайнар көзі кітапхана деп атап кеткендей, Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың 70 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ғасырдан жұмбақ ашқан талай кісі, сырың мол, мұра ғажап арайлысың. Сан ұрпақ сусындаған кітапхана, сарқылмас парасаттың сарайысың деп ақын Аққұштап Бақтыгереев айтқандай, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келген ширек ғасырдан астам тарихы бар Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың 70 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ұлттық құндылықтарды сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізуге және дамытуға қосып жатқан үлестеріңіз орасан зор. Руханият игілігі жолындағы еңбектеріңізге шығармашылық табыстар, кәсіби шеберлік пен парасаттылық тілеймін. Менің де кітапхана саласындағы еңбек жолым осы Мұхтар Әуезов атындағы кітапханадан басталды. Осы жерде кітапхана жұмысының қыр-сырын тани бастадым. Осы жерден бастау алдым. Қызықты сәттерді еске алып отырамын. Кітапхана ардагерлерінен сабақ алдым деп айта аламын. Уақыт өзгертсе де мағынасын,
Жаңа ғасыр дамыса да қиын жасым, кітапхана сақтаушы боп қала берер. Ұлтымыздың мәдени қазынасын дей келе, кітапханамызда еңбек етіп жүрген әріптестеріме кітапхана жұмысының сан қилы әдістерін меңгеріп, кәсіби шеберліктеріңізді одан әрі шыңдап, білімді де білікті маман ретінде оқырман көңілінен шығып, талмай еңбек ете беріңіздер. Жезқазған қаласының Мұхтар Әуезов атындағы кітапханасында біраз жыл жұмыс істегенмін. Суретші, безендіруші болдым. Осы уақытта қызықты іс-шаралар өтетін қалалық, облыстық деңгейде соған бәріміз атсалысып, көрмелер ұйымдастыратынбыз. Кітапхана білім кілті ғой. Осы кітапханада оқырмандар көбейе берсін. 70 жылдық мерейтойымен құттықтаймын, мол табыс тілеймін. Құрметті Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымы, сіздерді 70 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Ұлттық құндылықтарды сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізуге және дамытуға қосып жатқан үлестеріңіз зор. Руханият игілігі жолындағы еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Ұлылардың ұлағатын сіңіретін бойыма, тарихымды терең бойлап, ой қосатын ойыма. Ғалымдардың хаттары мен даналардың жазбасы, бәр осында, кітапхана қойнында. Есігінен кірген сәттен көз түседі сөреге, мұнда тұрған әрбір кітап сөйлегісі келеме, әр заманның келбетімен болашаққа жол сілтей, шартараптан жиылып тұрып құламалар тізілер. Оқырмандар іздегенін тауып кетіп барады, рухымен ой санасын биіктетіп жоғары. Қане досым, жүр барайық, сіздерді де тосады, кең құшағын айқара ашып руханият ордасы. Іздегенін тауып әркез қаныққан, ізгілікті іздей білген жаныққан. Ұлы Мұхтар атындағы орда бұл, адамзаттың парасатын танытқан. Бұл кеңгілге Ұлытаудың аймағы, үсті алтын асты кеңнің қайнары, 70 жыл оқырманмен сырласып, желбіреуде кітапхана байрағы. Кітапханамыздың 70 жылдық мерейтойы құтты болсын!